Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бұқтырылған капуста жасайтын боламыз. Ең алдымен өзіңізге керекті көкөністердің барлығын алып, турап, өзіңіздің қалауыңыз бойынша осылай майға қуырып аламыз. Менде ол жуа, болгар бұрышы және де картоп. Жақсылап қуырып, тұзын, бұрышын және де басқа дәмдеуіштеріңіз болсын, ататын қосасыз. Міне аздап қуырып алдым. Енді капустаны қосамыз. Яғни қырыққабатымызды қосып, жай отта бұқтырып аламыз. Өзінің формасы кішірейеді және де сочный болып шығады кәдімгідей. Міне аз ғана уақыттың ішінде біздің түскі ас дайын болды. Еті жоқ болса да өте тойымды әрі асқазанға өте пайдалы тағамдардың бірі. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау шалды басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.